дауысың ұнайтмаған. А то грубый дауысыған жараспайды күдік. Осы кезде пришелестер бір үйге кіріп алған. Сәлем, ал мен сендерге келдім. Бұл менен соншамадай бұрын сондай мейірімді. Білесіңдер ме, күні кесірлерінен менің эмоцияларым біртүрлі болып жүр. Қорқып кеттім, деймін ба? Менің әлі проблемаларым бар. Родной. Жарайды, бос, көмегің керек болса шақырасыз. Мен что-то әлі сенбей тұрмын. Точно сен менің досымсың ба? Қанша рет айту керек, сен неге маған сенбей тұрсың? Ең біріншіден сенің даусың крутой, ал оныкі онша емес. Ей, пс, демонов. Чө, ерік саған. Даусымды мен сияқты өзгертпесе ана біліп қояды, білесің ба? Соншамадай жақын досыңдар ма не? Жарайды. Сәлем досым, не болып қалды? Шынымен де мені танымай тұрсың ба, досым? Қойсай, ренжітпесейін. Суға Лили бұлар мені негізі қорқытқан. В смысле, қалай сонда қорқытқан? Қысқаша айтқанда мына екеуі кеше маған келген. Содан кейін мені қорқытып, міне үр сары көзді. Лили екеуміз бір-бірімізді жақсы көрем, сондықтан да келме деп айтты. Өтірік айтады. Осылайнан осы екі егіздің жоспары орындалмай қалып, Лили оларға жаман бақырды. Мен өзім шокта болдым. Енді көзіме көрініші болмаңдар екеуін. Бәленің барлығы осылардың кесірінен болды. Өте орынды сұрақ қойды. Маған тек қана бір күнге сенің денең керек. Сөзінде точно тұрасың ғой, жарайды. Уайымдама кім-кім, бірақ та мен точно сөзінде тұрамын. Сен жаңа ғана демондардың патшасын негізі мен бұл әлемді жаулап алам деп сендерді үйренді жүрдім. Досым, менің жүрегім, менің, ути-пути, Ой, кетші бар, жәнекең ғой, мә өзден енді өзіне алымы бір күн өтті уже. Наконец-таки денемді қайтарып алып. Нубик, досым, мен оралдым, еще біз үйленеміз. Усатик, сен ба? Шынымен де сен ба? Досым ең король демонов қайда сонда? Ойнап айтамын, Усатик енді ешқашанда оралмайды.